алдындағы тақырып special question, бірақ ол бізде to be етістігімен келетін тақырып. Яғни көмекші етістікте сіз do, does қоймайсыз, am, are, is қоясыз. Білесіз бе, негізі ағылшын тілінде менің опытым бойынша, қанша жылдан бері сабақ беріп келемін, көптеген оқушылар, студенттер, тіпті даже мектеп мұғалімдері қате жіберетін конструкциялардың бірі осы. Давайте сіздерге түсінікті болу үшін также алдыңғыдай таблица сызамыз. Таблицамен алдымен жұмыс істеп үйренсеңіз, кейін оңай болады. Также бірінші сұрақ what? Не істейміз? Алдымен сіздерге қазақша жазып көрсетейін. Мысалы, сенің атың немесе есімің кім? Көріп тұрғандай, мына жерде қимыл әрекет жоқ, бару, көру, жеу деген әрекет жоқ. Значит, не істейсіздер? Verb деген жерді минусқа тастап кетесіздер. Қимыл әрекет жоқ. Сенің атың немесе сенің есімің бізде your name болады. Так как біз акцент name деген сөзде, ол заменяет it деген сөзді, значит, біз мұнаяқа does қоймаймыз. Неге does қоймаймыз? Себебі менде етістік жоқ. Етістік тұрған жерде ғана сіздер мына жерге does ала аласыздар. А когда етістік жоқ, сіздерге көмекке to be келеді. Яғни am, are, is келеді. Name'нің алдында әрине біз is аламыз. Сонда what is your name? Көрдіңіз ба, самый популярный вопрос, который біз вроде бы күнде қолданамыз, бірақ біз оның құралы жолын мүмкін білмейміз. Міне осыдан шыққан. Например, былай айтайық, мынау не дейік? Көріп тұрғандай мына сөйлемде қимыл әрекет жоқ. Бару, көру, жеу деген сөз жоқ. Значит, мынаны минусқа былай қоямыз. Мынау деген сөз this, бұл жекеше түрінде, значит, сұрақ также what is this болады, What is this? Мынау не? What is that? Анау не? И так далее. Ал сіз оны көпше түрінде айтам десеңіз, например, мыналар не деп, Мыналар. Мыналар деген сөз көпше түрінде тұр. Ол бізде также бірдей айтылады мына екі сөз, бірақ мына көпше түрі. This. Значит, көпше түрі болғандықтан әрине біз is қоймаймыз. Біз ол жерде are қоямыз. Яғни сұрақ қалай болады? What are these? Мыналар нелер? What are those? Аналар нелер? Деп құрай бересіздер. Так, whatқа бітті. Давайте how деген сөзге алайық, How, қалай деген сөз. Мысалы, сенің басың қалай? Етістік жоқ, Етістік жоқ. Сенің your, басың head. Бас деген сөз біреу иттің орнында тұр, значит, сұрақта is болады. How is your head? Болмаса, сенің ата-аналарың қалай? Сөйлемде қимыл әрекет жоқ, Значит, мынаны мен тастап кетеміз. Сенің бізде your parents ата-аналар, ата-ана ол көпше түрі, екі адамға қатысты, значит, мына жерде are болады. Вопрос, how are your parents? Сенің ата-аналарың қалай? Көрдіңіздер ма? Мен ешқай жерде мына жерде do, does қойған жоқпын, себебі менде глагол жоқ. Так, енді кеттік ары қарай. Қандай сұрақты алсақ? Where деген сөзді алайық, Where. Орысша айтқан кезде куда или где деп аударылуы мүмкін, қайда деп аударылады, Мысалы, кітап қайда дейік? Кітап қайда? Міне, мына сөйлемде бізде қимыл әрекет жоқ. Также мынаны тастап кетеміз. Не кітап, белгілі бір кітап болса the book, кітап жекеше түрінде, поэтому is болады. Where is the book? Кітап қайда? Немесе бұны давайте көпше түрінде алайық. Қайда? Оқушылар дейік, Қимыл әрекет жоқ қой сөйлемде. Оқушылар the students, немесе давайте students деп жаза берейік. Оқушылар бізде көпше түрінде, яғни көпше түрінде is алынбайды, көпше түрінде are қоямыз. Where are the students? Оқушылар қайда? Давайте am қолданылатын жағдайда алайық. Мен қайдамын деп сұрайық. Мен, I. Қимыл әрекет жоқ мынаяқта. Яғни мына жерде am, where am I болады. Мен қайдамын деген сөз. Where am I? Ал енді келесі сұрақ не алсақ? Например, when алайық, when, қашан деп аударылады. Сенің туған күнің қашан?
Сөйлемде қимыл әрекет жоқ. Сенің, your, туған күнің, birthday, your birthday, туған күн, біреу, значит, мына жерде is қоямыз. When is your birthday? Сенің туған күнің қашан? Деп. Арғарай осы таблицаға салып, кез келген сөйлемді аудара берсеңіз болады. Тек қана ұмытпаңыз, когда сөйлемде қимыл әрекет жоқ болған кезде, тек қана to be ғана қолдана аласыз. I think it was useful, guys, for you. See you next lesson.